Санжарды өлтірген мәулен болды ғой. Солай секілді, бірақ нақты дәлел жоқ. Сәлеметсіз бе? Егер сені ренжітіп алсам Дәулет, кешірші мені. Өзім кінәлімін. Апам мен Мәди осында келе жатыр. Енді не істейміз? Маған бір мүмкіндік берді. Қазақстанның біріншілігіне сендерді қатыстыра аламын. Сен отыр. Жіберіңіз дейік, жібер! Әлішер қайда? Әлі жұмыста ма? Мәулен қайда қашты? Ажыға қашып кетті. Жәнбекке Мәулен кетті. Әлішер мынау не? Ойбай, бәрі өрт. Ойбай, енді қайттық. Айттым ғой саған әлде жата тұру керек деп. Есті аш. Сіздерге болмайды. Балам, рұқсат етші. Апа, кешіріңіз, сіздерге болмайды деймін. Кірейікші. Отырып күте тұрыңыздар енді, дәрігер келгенше. Мен кірейінші ең құрмаса, бір адам кірсінші. Жоқ, кешіріңіз, болмайды кіруге. Күте тұрыңыздар енді. Апа, жерде отыра тұрыңыз. Күте тұрайық, кіруге болмайды дейді ғой. Жыламаңыз болды. Маған неге айтпадыңдар? Апа, Әлішер сізді уайымға салғысы келмейді. Енді міне, одан мен қайғыға баттым. Кешіріңізші. Дәулетті, Әлішердің мынандай жайдайға ұшыраған жасырым. Мен бір бөтен адамдай. Апа, бөтен емес. Сен де талай істі менен жасырып істедің ғой. Апа, болды, қойыңызшы. Жыламаңыз. Әлішерге оқ атқан кім екен? Жан баласына жазығы жоқ еді ғой, қалай болды? Мәди, мен қабырғаш. Әзір Қарағандыда болатынымызды айтты. Иә, апа. Күзетші немелеге тұр. Кімді күзетіп тұр? Апа, Әлішерге оқ атқан адам әлі ұсталған жоқ. Қалай? Ол әлі бостандықта. Қауіпсіздігін ойлап, Әлішердің есігінің алдында күзет қойды. Құдай-ау, Әлішерімді сақтай көр, Құдай-ау. Тілеймесің мен. Дәрігер. Дәрігер, маған жағдайын айтыңызшы. Әзірге бірдеңе деу қиын. Үйіңізге қайта бергеніңіз жөн болар. Әлішерді тек ертең ғана көре аласыз. Кешіріңіз. Құдай-ау. Енді қай. Апа, жыламаңыз. Соғық мұ? Алейкум салам. Киімдерін ауыстыра беріңдер. Жарысты ойлап алаңдап жүрсіз бе? Әдеттегідей жарыс болса, уайымдамайтын едім. Мына жарыста біраз адам тағдыр шешілейін деп тұр. Әсіресе менікі. Айтып едім ғой. Сол үшін Аян, қалайда жеңіске жетуіміз керек. Барларың салыңдар. Жігіттермен сөйлескен болатынбыз. Біз сізді жерге қаратпаймыз. Жеңеміз. Жарайсың. Бар, киімдерін ауыстырыңдар.
Әлішер, неге сонша үйге қайтуға асығасыз? Құлан таза айып шығуымыз керек қой. Кеше не болды, айтыңызшы. Аяғым тайып құлап кеттім. Көзімді ұрсам, міне. Әлішер, күлетін ештеңесі жоқ. Жарақатты тіккен жер сөгіліп кетіпті. Қан көп кеткен. Әйтеуір, бәрі жақсы ма? Апам қалай? Анаңыз қатты уайымдады. Ол кісіні түсінуге болады. Жасырмағаныңыз жөн бе? Түбі бір білетін еді ғой. Одан сайын уайымға батты. Иә. Аға, сіз ол кісіге менің есімді жиғанымда бәрі жақсы екен айтыңызшы. Айттық. Рахмет. Орныңыздан тұрмаңыз. Жатыңыз. Сізге қозғалуға болмайды. Иә. Мені қашан шығарасыздар? Не? Тағы столда сен деп бедіңіз. Жаңа не дедіңіз? Құлап қалыппын. Көзімді ашсам, гипсте жатайын дедіңіз бе? Жарақатымды бәрі біледі. Енді ешкімнен жасырмаймын. Аға, үстел тасымаймын. Жоқ. Мен бұл жолы сізді ұзақ ұстаймын. Апа, өтінем, қоспашы. Бота, қазір Әлішер ағаң туралы бағдарлама көрсетіп. Шында? Иә, басталды. Бұл жерде басшының да рөлі өте жоғары. Басшының еңбегі, кәсіби деңгейі, мәдениетімен... Апа, Әлішер аға нағыз батыр. Иә, қызым. Апа, мен қазір келем. Иә. Әлішер және ой пікірлеріңіз болса, ортаға салуларыңыз керек. Тамам, мәселе. Алло, Майра. Мен жаңа Әлішер туралы бағдарламаны көрдім. Иә, бірақ бұл аз сияқты. Енді осы материалдарды тезірек жедел түрде әлеуметтік желілерге барынша салу керек. Қалай ойлайсың? Иә, дұрыс айтасың. Жақсы. Қызым, мен тез дүкенге барып келейін, е? Апа, мені үйде жалғыз қалдырмашы. Өтінем, апа. Қызым, қорқатын түгі де жоқ. Үйде күзет бар. Апа, бірақ Мәулен бостандықта ғой. Шын ғой, е? Иә. Сондықтан, қызым, мен сені далаға алып шығуға қорқам. Одан да үйде отыр. Үйде қауіпсіз. Жарай ма? Жарайды. Мен тез келем. Сапқа тұрыңдар. Қалай көңіл күйлеріңіз? Жақсы. Жігіттер, алдыңызда бізді үлкен сын күтіп тұр. Білесіңдер ғой? Сондықтан да жаттығу оңай болмайды. Дайынсыңдар ма? Иә. Мен? Иә. О, осылай жүгіреміз. Ауысамыз. Маса. Сәкен жақсы, осылай. Мерат, жеңілсегір, аяқтың ұшымен. Дайынсыңдар ма? Жақсы жігіттер, дайындық жаман емес. Бүгінге болады. Бар, киімдеріңді ауыстырыңдар. Рахмет, қызым. Рахмет. Келіп тұрыңыз, ата.
Сау болыңыз. Сау бол, қарағым. Сәлем. Әйтеуір хабарластың ғой, мен сені ұмытып кеттім әлі. Айттым ғой, дүкенге кісі келіп жатыр деп. Бір сағаттың ішінде бір адам. Әзірге солай. Бірақ Алтынай екеуміз қарт кісілердің үйіне азық-түлікті өзіміз жеткізіп тұрамыз. Шіркін. Жеткізгендерің үшін ақша төлеп? Жоқ, жеткізу қызметі ақысыз. Көлік жоқ, ары бері велосипедпен шапқыламыз есіңдер. Не бопты? Жай әңгіме болсын деген. Әне саған бірдеңе айтайын ба? Мен сені сағындым. Не дейсің? Не естідің сол? Сен жоқ жерде жұмысты жүрмейді екен. Қашан келесің? Бұйырса осы аптаның аяғында. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз бе? Талғат, кейін хабарласайын, жарай ма? Дүкенге адам келді. Бұл дүкеннің сатушы қыздар шеттерінен әдем екен ғой. Сіздерде не бар? Заттардың бәрі сөреде тұр. Сөреде? Сөреде ештеңе жоқ қой. Қызуы 40 градус сусында сөрелеріңізден көре алмай тұрмын ғой. Ол қайда? Арақты айтасыз ба? Иә. Біз ондайды сатпаймыз. Сонда бұл не қылған дүкен өзі? Кешіріңіз, барымыз осы. Онда болмады. Бауырым, бірден аласың ба, әлде тіліңмен жағына сүйеніп осылай тұра бересің бе? Соңынан келген екенсің, енді ақыр соңына дейін өз кезегіңді күтте тұр. Ұқтың ба? Не аласыз? Мен ештеңе алмаймын, өйткені арақ жоқ қой. Бұлай болсын, керек жарақтан қамтамасыз етейін. Мен алып келемін, сіз сатасыз. Сол кезде мына дүкендеріңізден сатып алушылар шықпайтын болады. Солай істейік. Рахмет, біз ондай қызметке зәру емеспіз. Мүмкін ойланасыз. Саған айтып тұр ғой, ондай қызметке зәру емеспіз деп. Сен килікпей тұрш, бауырым. Кешіріңіз. Кешке қай уақытта болсайсыз? Ештеңе алмасаңыз, жолыңыздан қалмаңыз. Сонда былайынан жай сөйлесуге болмай ма? Жетер енді. Енді шөден көретін болайын сені, аяғыңды сындырам. Осындайларды ұнатпаймын бар ғой. Өз ішіп алған ба немене? Арақтың есі мүңкіп тұр. Қайны ренжімеш, әбден ығырымды шығарды. Жарайды енді. Неге келдің? Мен не ғой? Бірден алайын дедің ба? Ұмытып қалдым ғой, не алайын деп едім? Ай, Болатбек. Құлынымсың. Апа. Қанатымсың. Құдай-ау. Апа, қорқатын ештеңе жоқ. Жыламаңызшы. Апа, сіз мені кешіріңізші. Сендер мені уайымға салғыларың келмейді, білем. Енді ғана Мәдидің шаруасы реттелгендей болып еді. Енді сен мынандай жағдайға ұшырап қалдың. Мен уайымдамағанда кім уайымдайды? Апа, бәрі реттеледі. Құдайға шүкір. Мәди жұмысын ойлады. Қазір оны жалқамаған. Дәулетті спорт залын жабдықтап, жігіттерін жарысқа дайындап отыр. Құдай қаласа, Дәулет пен Лидияның тойын өткіземіз. Менде де бәрі ойдағыдай апа. Жұмысыма қайтып оралдым.
Меруерт екеуміз қайта бас қостық. Бәрі реттеледі. Тек сіз жыламаңызшы. Құлым, бір ажалдан аман қалдың-ау. Құдай алсын. Ештеңе етпейді. Құдайға шүкір. Жігіт бұзық апа. Ойнағым. Енді мен сізге уәде беремін. Мен сізден ештеңе жасырмаймын апа. Бәрін айтамын. Менің жағдайым жақсы апа. Дәрігерлер емдеп жатыр. Уайымдамаңыз, Жақсы құлым. Аман есен жазылық бе. Қанатымсың. Қайтейін. Аман болыңдар. Қалайсың, жан? Жақсы. Али, хоп. Қандай әдемі, маған күнде гүл сыйлайсың ғой? Ендеше, күте. Хоп. Рахмет. Саған сыйламағанда кімге сыйлаймын, жан? Сен әбден соған лайықсың. Бүгін қайда барамыз? Қазір шай ішеміз. Апам келді. Кім? Апам? Дәулет? Алмансың ба, балам? Саламатсыз ба? Ой, тағы да гүл. Қайда қоясың? Вазаларың да жоқ екен. Біз бөтелкені қиып қоя береміз осылай. Дәулетжан, бөтелкеден қиған әдемі көрінбейді. Ай, сендерге ваза сыйлауым керек еді. Дәулет, жүр, тамақ жек. Иә, келіп. Қазір қолымды шай болайын. Бірдеңе алып келейін бе? Шай, кофе ішесің бе? Жоқ, ештеңе керек емес. Рахмет, Мәди. Онда мен ішпеймін. Ауруханадан қашан шығарады екен? Білмеймін. Алғашқы жолы тез жазылып кеткен. Осы біздің дәрігерлерді қызық. Адам жазылмай жатса да үйіне қайтара береді. Жоқ. Әлішер өзі кетіп қалған. Ауруханада жатудан бас тартты. Сөйтті ме? Сенен сұрайын деп едім. Сендер менен үйінде жатсыңдар ма? Иә. Жақсы болған екен. Бұрында Әлішерге ылғи айтушы едім. Сендер жақсы жұпсыңдар, жарасасыңдар деп. Қайтадан бас қосқандарыңа қуаныштымын. Рахмет, Мәди. Білесің ме? Мен Әлішерге таңғалдым. Қаршадай қызды құтқарып қалу үшін өзінің басын қатерге тікті. Мен ойлаймын да, егер менің басымда осындай жағдай болса, мен сөйте алар ма едім? Әлішер сенің өлім аузында жатқан бір қызға көмектескеніңді айтқан еді. Ол қыз дауасыз дертке шалдығып бет. Иә. Бірақ мен ол кезде басында өлімге тіккен жоқпын. Өлімге бас тігу міндетті ме? Ең бастысы адамның жанына араша болдым. Солай шығар. Білмеймін. Өмірдегі жасаған істеріміздің барлығы өзімізге қайтып келеді деседі ғой. Дәрігерлер Әлішердің ғажайып бір құдіреттің күшімен аман қалғанын айтты. Бәлкім әлгі өзі құтқарған Қаршадай қыздың шарапаты тиген шығар. Саған не алып келейін? Кофе, шай? Өзім барып келейін. Онда жеңеше шай. Жарайды онда. Дайындық қалай өтті? Жақсы. Бәрі келді ме? Иә, қазір олар жаттығудан қалмайды ғой. Алдында үлкен сын бар екенін біледі. Олар сені жерге қаратқылары келмейді. Иә. Мінеки, салаттан алыңдар. Ой, қызым, маңғыдыстарың әбден ескіріп кетіпті ғой.
сендерге бір жақсы сергез әпермесем бар ғой осыдан. Алыңдар. Өзімізді алайын деп жүргенбіз. Ештеңе жоқ, алып береміз. Қалай бопты? Дәмді күшті. Ас болсын. Рахмет. Айтпақшы, Линда, анау үйдегі пышақтарының біреу өтпейді ғой. Баламау. Ер азаматы бар үйдің пышағы өткір болу керек. Қайрақ қойыңдар жарай ма? Тамақ түшпедің ғой, балам? Жақсы іштім, рахмет. Мен барып көлігімді жөндеп келейін. Дәулет, қайда кеттің? Бұзыла беретін көлікті неге сатып аласыңдар, қызым? Апа, сіз түсінбедіңіз бе? Дәулет ренжіп кетті. Кімге? Маған ба? Мен оны ренжітетіндей не айттым соншама? Ештеңе айтқан жоқсыз. Әлішер, шыдаңыз. Жарақатыңыз жазылғанша көп қимылдамаңыз. Олай болғанда жараның аузы ашылып кетуі мүмкін. Ал қолыңызды сосын байлап беремін. Жақсы, рахмет. Жақсы, демалыңыз. Болар ма екен? Естігенде тіпті сенер сенбесімді білмедім. Қалай болды? Енді жазым деген табан астында ғой. Осылай болып қалды. Әлішер, саған айтар жақсы жаңалықтарым бар. Осыны өз аузыммен айтайын деп арнайы келдім. Мені ауруханадан шығарайын деп жатыр ма? Шығарғалы жатыр. Қара тізімнен шығарғалы жатыр. Оқырмандар қызды құтқарған ерлігіне тәнті болды. Барлығының аузындағы әңгіме сенің ерлігің, азаматтығың. Иә, білемін. Қайдан білесің? Ғаламтордан. Ондағы жазбалардың барлығын оқып, өз-өзіме таң қалып отырмын. Бұндай тәуекелге қалай барғанмын? Өліп кетем де мүмкін еді ғой. Ерлік деп осыны айтады. Сайлау алдында осындай жағдай болғанда ғой. Сайлаушылардың барлығы 100% дауысын саған берер еді. Айтпақшы, Әлішер, сол кезде сені бекерді аттағанын жазып жатыр. Ал көптеген адамдар сенің депутат болғаныңды қалайды. Тіпті осыны талап етіп отыр. Сондықтан ойлан, мұндай ерлік ұмытылмайды. Келесі сайлауға дейін әлі уақыт бар. Қазіргі бар ойым заводты көтеру. Түсіндім. Айып етпе, Әлішер, уақытым тығыз еді. Жақсы. Жақсы. Сау болып кет. Рахмет. Алло, Карина, сәлем. Қалайсың? Түсінбедім. Шақырғаныңа рахмет, бірақ мен бүгін келе алмаймын. Иә, жексенбі күнінде бізде жұмыс. Ботаға сәлем айт. Жарайды, сау бол. Ал ет не істейміз? Нені айтасың? Нені емес, кімді? Әлішер мен Мәуленді айтып тұрмын. Қанша уақыт өтті, Мәуленді әлі ұстай алмай жүрміз. Ол қалада болса ұстаймыз. Ол қалада. Әлішердің тірі екенін біледі. Әлішерді бір жақты қылмай, ол тыным таппайды бәрібір. Әлішерге алаң болмай қоюға болады. Күзеті күшті. Жарайды. Мен сусын алып келейін. Саған да бірден алайын ба? Жоқ, маған ештеңе керек жоқ. Жарайды.
Анар тұра тұршы. Ары қарашы. Әлішердің ауруханада екенін кім біледі? Әзірге ешкім білмейді. Отыра тұршы. Отыр. Алло, Әлішер, иә мен. Сен ауруханада екенін ешкім білмейді ғой? Тамаша. Сен соны ешкімге айтпай тұра тұршы. Керек болып тұр. Мен қазір келемін де саған барлығын түсіндірем. Жарайды. Түсіндірші, не болды? Егер сенің шашың мен қасыңды өзгерсек, сен Әлішерден аумай қаласың. Сосын? Енді түсінсеңші, Мәулен Әлішердің ауруханада екенін білмейді. Дұрыс қой? Біз бүкіл күзеттің барлығын алып тастаймыз. Сен уақытша Әлішер бола тұрасың. Сөйтіп біз Мәулен ұстап аламыз. Жоқ, енді... Сен уайымдама. Оқ өткізбейтін сауытты кигіземіз. Ең бастысы Әлішерді көндірсек болды. Шынында да ұқсайсың деймін. Апамды көрдің бе? Иә. Ренжіп қалдың ба? Жоқ, ол кісіде қызық не жұмысы бар? Ыдыстарды айта ма, пышақты айта ма, ана гүл салатынды айта ма? Жаным, ол ана ғой. Әр нәрсені ойлап алаңдайды. Енді күнде солай келе бере ма? Енді келгені ұнамай ма? Сөздері ұнамайды. Дәулет апамның ниеті дұрыс қой. Бізге жақсы болсын дейді. Мен оны түсінемін. Болды енді ренжімеші. Не анау қолыңдағы? Қайрақ қой. Алып кел пышақтарыңды қайрап тастайын. Жарайды. Тамақты да қыздыра сал. Сәлеметсің. Кешіріңіз, қазір кіргенімді тек қабылдау уақытын аламын. Көп уақыт алмаймын. Айтатын бір-екі ауыз сөзім ғана бар. Жарас. 5 минут уақыттарыңыз бар. Рахмет. Не болды? Не үшін телефон соққанын түсінбей қалдым ба? Мен Мәуленді қалай ұстауға болатынын ойлап таптым. Иә, не ойлап таптың? Әлішер, сен қазір кіммен тұрып жатсың? Қалыңдығыммен, әйеліммен деп айтса болады. Жақсы. Әлішер, сенің ауруханада жатқаныңды ешкім білмес үшін әйеліңді бір жаққа жіберуіміз керек. Ал сен маған таңертең нешеде шығатыныңды, қашан қайтып келетініңді, сосын түскі асқа қашан шығатынын барлығын дәлме-дәл жазып беруің керек. Тоқташы. Түсінсем бермасын. Тағы не ойлап таптыңдар? Сенің орнына басқа бір адамды жібереміз. Сонда барлығы оны сен деп ойлайды. Дұрыс болған. Ал болған Мәулен сене қояр ма екен? Мәулен қалада болатын болса, біздің қарымыққа ілігеді. Басшылар келісті, ең бастысы сен келіссең болды. Жарайды, мен келісемін. Жақсы, біз оны міндетті түрде ұстаймыз. Ал мен кеттім. Жақсы. Маған ертең тек нан ғана керек болады. Ал көлігі бір сағат ертерек келе ала ма? Соны сұрайын деп ем. Жоқ, сүт керек емес. Тұз, бұрыш зат өнімдер керек. Аха, жартылай фабрикаттарда не бар? Жақсы. Ертеңге дейін. Апа, амансыз ба? Сәлемет па. Сәлемет па, қызым. Кіммен сөйлесіп жатсың? Құпия. Құдағи көрінбейді ғой. Қарағандыға Әлішер ағаның күне кеткен. Қашан келеді? Білмеймін. Соны білу үшін телефон соғу керек еді. Өзің жағдайың қалай? Мәдемен татуластың ба? Ой, апа, сіз кеткелі бері біраз нәрсе өзгерді. Не өзгерді? Жақсы өзгерістер болды. Апа, жүріңізші, сізге бірдеме көрсетем. Не?
Сізге айта алмайм. Сіз өзіңіз көруіңіз керексіз. Жаңа орамал кестеледің бе? Дүкен аштым. Қандай дүкен? Қазір көрсем. Алишер, ұйықтап жатсың ба? Күндіз ақ оқып едім ғой, көзім толып кетті. Денсаулық қалай? Жақсы. Жақсы болды. Үйдегі жиһаздарының орнын ауыстырып қою керек еді. Несіне күлесің? Күлдірмей жатырмын. Мен саған шын айтып тұрмын. Мәлидің бір өзінің шамасы келмейді. Апам екеумізден қайран жоқ. Меруерт, үйдегі жиһазды ауыстырудың қажеті жоқ. Сендер үйлеріңе қайтасыңдар. Сен өз үйіңе, апам мен Мәди өз үйлеріне. Қалжыңдап тұрсың ба? Сөзің бұйырмасын. Қалжыңдап тұрған жоқпын, шын айтамын. Тергеуші бар ғой жарасы. Мәуленді қалай ұстаудың жаңа амалдары қарастырып жүр. Үйге қайтқым келмейді. Қонақ үйге ауысармын. Білемін де үйге жалғыз баруға қорқатынымды. Жоқ, сенің бір өзіңді қалдыруға қорқам. Меруерт, мен саған айттым ба, басқа амалым жоқ. Бұл жауапсыз. Бірге барайық. Неге? Өйткені... Онан басқа ештеңе келмей қалды ма? Жоқ, енді ол үшін ойлаудың қажеті жоқ. Мен ауруханада жатырмын. Мен мына жерден ешкім жүрмейді. Дәрігерлерден сұрамды. Үзілді-кесілді бас тартты. Қазір. Сонда үстелдерді күн тасып. Онан барғым келмейді десеңші. Меруерт айтып тұрмын саған, барғым келейін. Бірақ бұл өте жауапты іс. Қандай іс? Қоймайды екенсіз енді бір. Олай, тергеуші елдің көзіне көрінбеуімді қалайды. Ол маған ұқсас полицейді тауып, оған грим жасап, менің орныма жібермекші. Ол сонда, сен түсінесің бе, менің рөлімді ойнайды. Сол себептен басқа қалаға кетіп қалым керек. Мысалы, Алматыға. Дәрігерлермен келсең бол, көндірсең кетеміз. Тап қазір барып, көндіріп келем. Тоқташы. Қандай жылдамсың? Сен кімге келдің? Маған келдің бе, дәрігерге келдің бе? Онымен кейін сөйлесесің. Алдымен менімен сөйлесің. Дәулет, қараңғыда не істеп жатсың? Ұйқы келмей жатыр. Аяғың ауырып тұр ма? Жоқ. Ұйқы ашып кетті. Содан кейін шығып кеттім. Сен оятқың келмеді. Мен оятқым келмесе, онда төсектен тұрмауым керек еді. Қасымда жоқсың, тоңып қалдым. Не ойлап жатсың? Спортзал туралы ма? Иә, ол да бар. Біріншілікті шәкірттерімді ойлаймын. Жұмыстың шығып кетемін деп қорықпаймын. Бастаған ісімді аяғына дейін апарғым келеді. Шәкірттерімнен чемпион шығарсам ба деймін. Сен тек соны ғана ойлап жүрсің бе? Жоқ. Сен ойлаймын. Бауырларымды ойлаймын. Мәдидің жағдайы қиын болып жүр. Әлішер болса анау ауруханада жатыр. Енді сен оларға қазір қандай көмек көрсете аласың? Хабарласып, рухани демеу бола аласың, кеңес бере аласың. Осы уақытқа дейін қолынан келген бәрін жасадың ғой.
Мәдеге де көмектестім, қарызын жаптым. Жүр ұйықтайық. Меруерт. Әлішердің жағдайы қалай екен? Тәуір болып қапты. Тәуба. Онда ауруханадан тезірек шыққысы келіп, тықыршып отыр ма? Жоқ, бір қызығы шыққысы келмейді. Бұл бір таңғаларлық жай екен. Балаларым әкелері сияқты аурухананы аса жақтырмайды. Апа, біз жолға шығуымыз керек. Неге? Бұл Әлішердің өтініші. Қане шешек, сосын мен сізге барлығын айтып берем. Сәлеметсіз. Қайырлы таң. Саламатсыз. Саламатсыз. Әлішердің анасы мен інісі қайда? Олар келіп қалды. Түсінікті. Ұшағымыз бүгін ғой? Иә, бүгін. Міне мынау пәтердің кілті. Орналаса беріңіз. Түсінікті. Жолыңыз болсын. Иә. Жарас. Иә. Сіз Әлішердің қауіпсіздігіне кепілдік бере аласыз ба? Әрине кепілдік береміз. Ештеңеге алаңдамаңыз. Меруерт, сосын мен сұрайын дегенім. Әдетте Әлішер сізді шығарып салушы ма еді? Әрине. Түсіндің ғой? Жарайды онда. Мен көліктің жанында боламын. Жарайды, маған қалдырасаңыз. Рахмет. Рахмет. Сау болыңыз. Ал, менің қауіпсіздігіме кім кепілдік бере алады? Қазір сен Меруертті әуежайға шығарып сал. Сосын жұмыста кездесеміз. Спектакліміз басталды. Жарайды. Байқап жүр. Маған неге айтпадыңдар? Апа, Әлішер сізді уайымға салғысы келмеді. Былайынан жай сөйлесуге болмай ма? Жетер енді. Енді мен сізге уәде беремін. Мен сізден ештеңе жасырмаймын, апа. Бәрін айтамын. Мәулен, Әлішердің ауруханада екенін білмейді. Иә. Біз бүкіл күзеттің барлығын алып тастаймыз. Сенің орныңа басқа бір адамды жібереміз. Сонда барлығы оны сен деп ойлайды. Дүкен аштым. Қандай жүк? Біз жолға шығуымыз керек. Неге? Жарас. Сіз Әлішердің қауіпсіздігіне кепілдік бере аласыз ба? Әрине кепілдік береміз. Ештеңеге алаңдамаңыз. Сәлем, Майра. Сәлем. Әлішер келді ме? Жоқ, келген жоқ. Әне өздері келе жатыр. Меніңше бұл Әлішер емес. Сәлем, Карин. Сәлем, Жарас. Сәлеметсіз. Таныс қойыңыздар, Әлішер. Саламатсың ба? Сәлематсыз ба? Сен кіре бер, мен қазір барам. Бұл қалай сонда? Бұл Мәуленді қолға түсіру операциясы. Енді Әлішерге мүлдем ұқсамайды ғой. Жақыннан қарағанда ұқсамайды, ал алыстан қарасаң Әлішер екен деп ойлап қалады екенсің. Біз де солай ойлаймыз. Мәулен бәрібір жақын келмейді. Ол алыстан ғана бақылап жүреді. Сонда бұл қандай операция? Әлішердің өзі қайда? Сіздер үшін Әлішер жұмыста, ал мына жігіт оның рөлін ойнайды. Жарас, нағыз Әлішердің өзі қайда? Карина, бұл құпия. Сіздер үшін Әлішер жұмыста. О, Жәнбек. Жарас. Ассаламағалейкум. Уағалейкум ассалам. Мен сізбен сөйлесуім керек. Жүріңіз. Жүр.
не керек болса, кәдімгі кинодағыдай. Біздің полицейлер дәл осылай жұмыс істейді деп ойламаппын. Не? Карина, менің біреуге айтқым келіп тұрғаны. Таныс қойыңыз, Әлишер. Жәнібек. Әлишер. Жүріңіз. Ұқсайды екен. Иә, бірақ кішкене жүрісі келмейді. Меніңше келеді. Иә, сізге айтатын әңгімем бар. Айта беріңіз. Әлишердің қазір жағдайы жақсы. Ол қауіпсіз жерде. Егер шабуыл жасайтын болса, өзін-өзі қорғайтын, арнайы дайындықтан өткен сыңары бар. Ал менің сыңарым жоқ. Мен тіпті көшеге шығуға қорқам. Қайда барсам да мәулендер елестейді. Енді мен немен көмектесе аламын? Қазір ондай заттарға тыйым салғанын білем. Оны сатып алу да оңай емес. Жәнібек, ашығынан айтыңызшы, не керек болып тұр? Маған тапанша керек. Өз-өзімді қорғап жүру үшін. Сіз дұрыс айтасыз. Сол қаруды бізде ұстауға тыйым салынған. Сосын ешқандай қауіп жоқ. Уайымдамаңыз. Рас па? Әрине. Жақсы. Тек мәуленді тезірек ұстасаңыздар екен. Жарайды. Құлыным, алтыным, шөп. Міне, әжеңге. Құдағы келген екен ғой. Амансыз ба? Сәлеметсіз бе? Алтынайлар қайда? Олар Айнұр екеуі дүкенге кетті. Қалай, аман есен барып қайттыңыздар ма? Барып қайттық. Келіңіз құдағы. Әлішер ауруханада жатыр. Ауруханада жатқаны қалай? Ойбай. Өзіңіз кеткелі талай жайлар болды ғой. Бір шаруа ыңғайланғандай болғанда енді ғана дейін дегенде екінші шыға келеді. Уайымдамаңыз енді құдағи, бәрі жақсы болады. Бір жамандықтың артынан бір жақсылығы бар дейді ғой. Әлішер енді қалай екен енді өзі, а? Жүрегім бір нәрсені сезгендей. Мәдие Әлішерге барып білейші деді. Сөйтсем, Әлішер бізге ештеңе айтпай жүр екен. Ой. Сәлем, Алтынай. Сәлем. Саған дүкенге келген азық түліктерді қойысуға келдім. Айнұр үйге қайта бер, өзім істеп тастаймын. Бүгін менің кезегім ғой енді. Үйдегі шаруалардың бәрін істеп тастадым. Ішім пысып кетті. Келген заттардың бәрін орындарына қойып тастадым. Қойшы. Қалай жылдам істеп тастағансың? Шын айтам. Сәлем, қыздар. О, Мәди. Қалың қалай? Жақсы, өздерің. Дүкеннен шықпайтын болсыңдар ғой, а? Чо? Айнұр екеуміз кезектесіп жұмыс жасаймыз ғой. Мәди, Әлішер аға қалай? Жақсы. Ағам нағыз батыр болып шықты ғой. Кішкентай кезімнен оны мақтан тұтушы едім осы жолы. Анық көзім жетті. Арналардан көрсетті ғой, көрген жоқсыңдар ма? Жоқ, көрген жоқпыз. Ол не істеді? Әлішер өлімге басын тікті. Қалай, көрген жоқсыңдар ма не? Жоқ. Бір алаяқ 10 жасар қызды алып қашқан. Әлішер онымен кездесуге барған. Саған керегі ол қыз емес мен ғой деп бетпе-бет кездескен. Сөйтіп қызды аман алып қалған. Бірақ ана жексұрын оқ атқан Әлішерге. Оқ кеудесіне тиген. Ой, сұмдық-ай. Енді Әлішер ағаның жағдайы қалай? Қазір әйтеуір тәуір. Тіпті бізден жасырғысы келген екен. Түк болмағанда жүре берген. Бірақ ана ауыр жарақаты сыр берді. Міне, осылай жағдай. Апам ауыр тиген шығар, е? Иә, апама да оңай болған жоқ. Айнұр, осында бола тұршы, мен апамын барып қайтайын. Әрине. Бар. Жүр.
тағы да амандасып қояйық. Сәлеметсің ба? Аян, тамақтан ал. Жи, алма. Ана жақтың тамағы қалай екен? Жақсы. Ол жерде талон береді. Тамақты өзің таңдайсың. Бірінші, екінші тамақ, салат. Өте жақсы ол. Жаңа достарды тапқан шығарсың. Иә, таптым. Жақсы жігіттер. Енді оны уақыт көрсетер. Уақыт көрсетеді. Санжар екеумізде сол интернатта танысып едік. Өмір. Теріс жолды таңдасаң, ісің бәрі теріс болады. Санжар сол жолды өзі таңдады. Ақыры ажалда содан болды. Осы уақытқа дейін Санжармен жүрген болсам, не боларымды кім білген? Дегенмен уақытында ақылға келдім. Жігіттер, неге тұнжырап кеттіңдер? Жай, әшейін. Тамақ саласың ба? Иә, әрине салам. Егер тағы да араққа келген болсаң, келген жолыңмен қайта бер. Жоқ. Мен сізден кешірім сұрауға келдім. Мені кешіріңізші. Мен артық кетіп қалыппын. Жарайды. Бірдеңе аласың ба? Сыра жоқ па? Тағы да бастадың ба? Қалжың. Жарайды. Кешіріңіз мені. Арақ шарапты қайтесің? Одан да басқа нәрсемен айналыс. Білмеймін, енді айналысатын ештеңе жоқ. Не істейміз енді? Спортпен айналыс. Арақты таста. Спорт? Мә, теңіз орам жапырағы. Денсаулыққа өте пайдалы. Бұны не істеймін? Жейсің? Жеймін. О, мына жерге тағы келген ба не? Саған бұл жерге жолама дегенім қайда? Болатбек, сауда жасап жатыр. Иә, сауда жасап жатырмын. Сауда ма? Иә. Біреу ма? Иә, біреу. Жоқ, төртеу. Қанша тұрады? 1200 теңге. 1200. Кешіріңіздер. Жарайды, сау болыңыздар. Ақшаңды алмайсың ба? Қайтесің? Керек десең, осындайлардың біразына әкеп берем айна. Ай, Болатбек. Рахмет саған. Мақаш жақ. Өзің бірдеңеге келдің ба? Жоқ, жай. Өтіп бара жатып кіре саған ғой. Қаңғысымыңыз орында. Аға, маған мына жерге ешкімді кіргізбейді. Адамдармен сөйлескен кезде менің жарымның тігілген жері сөгіліп кетпейтін шығар. Әңгіме онда емес. Ем алып жатырсыз. Сізге тыныштық керек. Қайдағы тыныштық, аға? Мені жаңа қызметке қойған. Ал мен бір күнде жұмыс істеген жоқпын. Ана дейсіз бе? Байқаңыз, қатты қабылдан әлі жазылып үлгерген жоқ. Ең болмаса, менің әріптестерім кірсінші, жұмыс бабымен. Иә, алдымен әріптестер, сосын серіктестер, сосын бүкіл комбинаттағылар осында келсін. Жоқ, рахмет, сіз онсыз да аурухананы мәжіліс бөлмесіне айландырдыңыз. Аға, түсініңізші, мен бұл үлкен комбинаттың басшысымын. Жұмысым тікелей адамның тұрмыс тіршілігімен байланысты. Ол деген қаншама отбасы, қаншама тағдырлар. Онда менің шаруам жоқ. Сіз бұлай маған қысым көрсетпеңіз. Үгіт насихат жүргізудің де еш қажеті жоқ. Жоқ, сіз мені түсінбедіңіз, айтайын деген бұл емес еді. Қазіргі кезде біздің комбинаттың жағдайы өте қиын. Оның ертеңгі тірлігі, өсуі мен қабылдаған шешіміме байланысты. Мен соны айтайын дедім сізге.
Сіз бәрібір маған қысым көрсетіп отырсыз. Ең бастысы, сіз мені түсіндіңіз ғой. Сізден бір-ақ нәрсе сұраймын. Ең болмаса, осы бөлмеде маған жұмыс жасауға жағдай жасап беріңізші. Тап осы палатада. Қалғандарын телефон арқылы шешемін. Аға. Жарайды. Бір амалын ойластырайық. Бір адамдық палата ғой. Ешкімге кедергі келтірмессіз. Рахмет. Мен сіздің өтінішіңізді орындап жатырмын. Сіз де біздің айтқанымызды тыңдауыңыз керек. Иә, айтыңыз. Сізге психолог қажет. Оның сеанстарына қатысуыңыз керек. Бұдан бас тартпаңыз. Психолог? Жарайды, келістік. Тек сіз үшін. Егер психологыңыз менімен жұмыс істеуден бас тартып жатса, оған мені айыптамассыз. Оны уақыт көрсетеді. Келістік. Бәрі дұрыс, жүре бер. Мұқият бол, байқа. Әулен екен доктор. Оқ өткізбейтін сауытыңды кидің ғой дер. Толуға мен айта бергенде түптім қатып кететін еді. Бар шей сенде бір. Арина, мен саған ризамын. Мақала оқырмандардың ерекше ықыласына ие болыпты. Алишер туралы қаншама жақсы сөздер жазған. Қара. Батыр, жарайсың, нағыз еркек. Бұлай болады деп кім ойлаған? Иә. Әлде сен сол үшін барымды салдың ба? Майра, сен де қоймайды екенсің. Негізінен осы сілтемелерді Әлшерге жіберсек бір қуанып қалары. Мүмкін көңілі көтеріліп, содан тезірек сауығып кетер. Иә, мен де соны ойлап тұрмын. Онымен кездесіп тұрасың ба? Енді сөйлесіп тұрамыз. Әрине бұрынғыдай емес. Телефон, хабарлама арқылы. Егер шынымды айтсам, Майра, маған енді Әлшер кіммен жүрсе де бәрібір. Мұның бәрі бұрын болған жайлар. Оның үстіне менің қазір жарасым бар. Иә, онда жақсы. Жалпы мен әйелдердің өз қызметтесімен кездескенін дұрыс деп ойламаймын. Солай де, Майра ханым. Енді арасында бірен-саран болып тұрады ғой. Айтпақшы, Зарина да өз бастығы Алишерді жақсы көруші еді. Байғұс қыз. Иә, обал болды. Жап-жас еді. Оны өлтірген адам міндетті түрде өз жазасын алады. Кім болса да. Майра, компаниямыздың атынан Заринаның отбасына жәрдем көрсетсек дұрыс болар еді. Иә, бір жағынан осы туралы ақылдасып, Алишермен сөйлесудің де орайы келуші еді. Ай, Майра, қандайсың, а? Алыңыз, құдай. Балалардың басын қосып отырмағалды көп болды. Соны бір ойластырсақ. Иә. Бұған сенбі не жексенбі күндері ыңғайлы болар еді. Қалай ойлайсыз? Дұрыс айтасыз, құдай. Оның үстіне ауа райы да керемет болып келе жатқан сияқты. Жай күндері болсын, мейрам күндері болсын, балалардың басы жиі-жиі қосылған керемет емес пе? Сіз өзіңіз бірге болсаңыз, тіпті жақсы болар еді. Болам. Сізге дастархан жасауға көмектесем. Рахмет, құдай. Тура дәл келдің, балам. Не болды? Отбасымыз болып, бәріміз бір жиналсақ па деп едім. Дәулет, Линда мен Әлшер Меруертпен келсін. Жақсылап бір дайындалайық. Сен бір қойды дайында. Сонан ауланы реттей сал. Ал қалған жұмыстарды қыздармен бірге өзіміз реттейміз. Жақсы апа, айтсаңыз бол.
Дайындап қоямыз ғой? Жақсы. Беріңдер. Жігіттер, әңгіме былай. Осы демалыс күні біздің үйірменің атынан сендер жарыс қалып барады. Жақсы болады. Дәрта, мен бір сұрағым бар. Егер әр командадан 5-5 баладан келсе, ал сосын ауыр салмақты 5 боксшыны бізге қарсы қойса не істейміз? Жоқ, ондай болмайды. Сендер әр қайсыларың өз салмақтарында ғана шығасыңдар. Және де өздерімен жас жігіттермен. Дәрта, мен салмақ қуғым келіп жүр. Сол үшін күнде айран ішем, сосын күнде монша барам. Сен олай жасай берсең қаңбақшал боласың білесің бе? Салмақ тастамай қой, осы да жақсың ғой. Адам салмақ тастағаннан кейін, бұлшығыт кішірейе бастайды. Бұлшығыт кішірейгеннен кейін күшің кетеді. Күшің кеткеннен кейін соққыңда салмақты емес болып қалады. Түсінді ме? Иә. Ағай, мен салмақ қосым өледі, алдыма шыққан тамақтың бәрін жеймін ғой. Тамақтың бәрін жей беруге де болмайды. Адам өзіне пайдалы тамақ жеу керек. Мысалы, таңертең ботқа жеу керек, сүзбе жеу керек, айран ішу керек, сосын ет көп жеу керек. Түсінді ме? Иә. Есінедің? Иә. Осылай. Сәлеметсіздер ме? Иә, Қарағандыға жақын арада ұшатын қандай ұшақтар бар? Мәліметтерді жібере салшы. Содан соң бір күнге билетке тапсырыс беріп қайырсың. Иә, рахмет. Қызым, қайда жиналдың? Қарағандыға қайтым керек. Келген жаңа ғана емес бет. Жаңа ғана келсем не болып тапы? Қызым, сонда әрлі-берлі жүре бересің бе? Сенің аяғың ауыр емес пе? Апа, қорқатын ештеңе жоқ. Барлығы да ұшақпен ұшып жүр ғой. Ештеңе етпейді. Тіпті ай күні жақындағандарында ұша береді. Қызым, сен мені түсінбедің. Ой, апатай, бастамаңыз. Бәрі жақсы болады. Мен сізбен жақсылап тұрып сөйлесіп алсам ба деп едім. Саламатсыз ба? Иә, айта беріңіз. Міне, мына бала тамақ ішуді қойды. Құр сүлдері қалды. Тамақтанбайтын ол не деген спорт? Жаңа ғана сол тамақтану туралы сөйлескенбіз. Ой, қайдағы тамақтану? Бұл айраннан басқа ештеңе ішпейді. Неге ішпесін десем, бапкерім солай деді дейді. Ту, апа. Солай ғой енді. Өзің сөйтіп айттың ғой. Қанағат, мен саған сол айттым ба? Жоқ ағай, жақын арада жарыс бола ма деп соған дайын болайын деген. Қайдағы жарыс? Бұлар әлі ештеңені білмейді ғой. Неге білмейді? Балалардың бәрі дайын? Жоқ, мен ешқандай да жарысқа рұқсат бере алмаймын. Баламды ертең біреуге бұрып қаңсыратып кетсе, қалай болады? Сіз жауап бересіз бе? Апа. Жоқ, осында жібергеннің өзінде қай күні қансырап өлейін деп келеді екен деп жүрегім ауырып отырады. Уайымдамаңыз сіз, неге жаман нәрсе ойлайсыз? Мүмкін ертең балаңыз чемпион болатын шығар қайта. Қанағат біздің жігіттердің ішіндегі мықтыларының бірі? Иә, тәте, Қанағат біздің досымыз, ол бізбен бірге үлкен жеңісті көру керек. Ой, білмеймін. Сіз енді баланың бетін қақпаңыз олай. Апа, әкем екеулеріңіз мен мақтан тұтқандарыңызды қалаймын. Өзімнің мықты екенімді дәлелдегім келеді. Міне, ұлыңыз спортты сүйген екен. Сеніңіз енді балаңызға. Жарайды. Бірақ тек қана осы жол ғана. Қалғанын көре жатармыз. Рахмет, апа. Мен сіздер жаттығуларыңызды жалғастыра беріңіздер, мен отырып қарай тұрайын. Рұқсат болса. Иә, әрине, отырыңыз. Жүріңдер.
Иә, қарап шығып өзімнің пікірімді жазып жіберемін. Ағылшын тіліндегі мәтінге өзгертуді кім енгізеді? Өзіміздің маман ба? Иә, біздің аудармашымыз. Терминдерін заңгерлермен ақылдасып алды. Келісімшарт осы аптаның соңында аяқтағандары дұрыс. Жұмыстан тыс еңбегі үшін арнайы сыйақы төлейміз. Иә, түсіндім. Бәрін уақытында бітіруге тырысамыз. Жәнібек, ғаламтордан IPO-ға байланысты материалдарды қара. Ірі компаниялардың тәжірибесімен танысып шық. Иә. Әлшер Ермаханұлы ма? Қазір. Менің атым Сәуле. Мен сіздің психолог дәрігеріңізбін. Мені сізге жіберді. Қазір. Жәнібек, мен саған кейін хабарласам жарай ма? Жақсы. Сәуле, сіз маған 2 сағаттан кейін келесіз бе? Ренжімесеңіз. Менің жұмысым көп еді. Байқап тұрмын. Сізге менің көмегім артық болмас. Сәуле, былай жасайық. Сіз осы палатада отыра беріңіз. Содан кейін сіздің міндетіңізді өте жақсы атқарғаныңыз туралы мен айтамын. Жанымызды ортып қайтамыз. Әркім өзінің шаруасымен айналысу керек. Солай ма? Бірақ менің шаруам сізбен жұмыс жасау. Мен сізді түсінемін. Маған оғатты. Құдайға шүкір аман қалдым. Бірақ бұндай жағдай кім-кімге де ауыр тиетіні сөзсіз. Сондықтан бұл... Осы сөзіңіз менің болжамымды растайды. Сіздің жарақатыңыздан кейінгі қалған қорқынышыңыз бар. Енді бұндай жағдайдан кейін қорқыныш кез келген адамда болады ғой? Көп адамда болады. Бірақ сіз ұзақ уақыт бойы жүйке күйзелісін бастан кешірдіңіз. Ол анық. Мен сіздің жас маман екеніңізге ешқандай күмән келтірмеймін. Бірақ дәл осы сәтте психологтың көмегіне ешқандай зәру емеспін. Кейінге қалдырсақ бола ма? Ауланы реттей сал десем, сендер тіпті құм қалашы жасап жүрсіңдер ғой. Иә, менің мәдиім осындай. Құмын жақсы екен, Иә. Мәке, мына құмның ішіндегі аппақ түйіршіктер не нәрсе? Тұз ғой. Кәдімгідей таза тұз. Мынау тұз ба не? Иә, дәмін көрсеш. Бұны арнайы теңізден әкеледі. Мына сонда Каспий теңізден алып келген тұз ба не? Жоқ, қара теңізден. Қош? Иә. Білесің бе, елдер тұз жоқта мынаумен ет тұздайды. Бұны үйге алып кет. Қалжың сеніп қалдың ба? Мынау кір тұз ғой, арнайы құммен араластыратын қоспа. Қыста жолға себет. Түй, сен де мұның күлетін ештеңесі жоқ Мәке. Мәди, мына құм балаларға зиян емес пе? Балалар болат бек емес қой, бұны жемейтін шығар. Ту, Мәди, сен де қалжың бітпейді екен. Дегенмен жақсы жасарсыңдар. Жарайсыңдар. Біздің мектепке де қою керек, балалар қуанып қалар еді. Несі бар? Үлкенде қылып жасап қоюға болады. Оның үстіне Естай жуырда мектепке барады ғой. Мен көршілермен сөйлесейін. Бәріміз бірігіп, балаларға арналған қалашы жасап жіберерміз. Болады? Мәди. Болай, Болатбек. Жоқ, қойымды. Сіз кетпейсіз бе? Жоқ. Мен өз міндетімді атқаруға тиіспін. Біз екеуміз жұмыс бастап кеттік. Солай ма? Ал мен үндемей қойсамшы. Сонда да отыра бересіз бе? Сіз нағыз батырға лайықты ерлік жасадыңыз. Сіз мені түсініңіз. Мен сізге көмектескім келеді. Кешіріңіз. Бірақ сіздің маған көмегіңіз қажет емес. Дәл қазір. Жарайды. Екеуміз 5 сеанс өткізуіміз керек. Сондықтан да мен ертең келем. Сіз 1 сағаттық сеансқа дайын болыңыз. Ал мынау қазіргі есептелмей ме? Ыңғайы келгенде хабарласасыз.
сонда мен келем. Рахмет. Жақсы. Ауылбай, жүргізушілерін сатып алсың ба не? Жүре берші. Алло, Линда, рөлден кейін хабарласам өзім. Рөлден деймін, кейін өзім хабарласам. Өзің Ауылбай. Сәлем. Сәлем. Қалай, ұнай ма? Жақсы, жаман емес. Бұл әлі өңделмеген түрі. Қазір түзетулер енгізеді. Апам хабарласып жатыр, мен қазір келем. Өздерің сөйлесе беріңдер. Соңғы нұсқа қашан бітеді? Дәулет, болсам ойыншық емес. Соңғы нұсқа қашан бітеді? Соңғы нұсқасы бітеді. 7 жолдың әрі қайсысына ревер мен делейін қосып болғаннан кейін топтастырып, мастеринг жасаған екен, бірақ бітеді. Түк түсінген жоқ. Мен басын қатырмай қойшы, түсінбейсің де сен оны. Сен спортшысың, мен дыбыс режиссерімін. Түк қатысы жоқ. Спорт бөлек әлем, дыбыс режиссерасы бөлек әлем. Технология менен өнердің қосылысы. Сондай ма? Технологияны білеміз ғой, енді сым темірлер, электроника. Бірақ сен мына өнерге не қатысы бар? Түймелерді басып отырасың болды. Мынаның бәрін оңай деп тұрсың бе сен? Әрқайсының өзінің атқаратын қызметі бар. Сондай ма? Иә. Бұның бәрін есте сақтау керек. Бұл әркімнің қолынан келе бермейді. Сен фильмді көріп пе ең? Титаник деген кеме жайлы. Иә. Сол кеменің бөлініп суға бататын кезін білесің ба? Иә. Сол кезде дыбыс шығады. Бұндай дыбыс шығады, қара. Көрдің бе? Жоқ, ол жерде бұндай дыбыс емес. Ол жерде анау жануардың өліп бара жатқан кездегі бір дыбыс сияқты болып шығады. Осы дыбыс, осы дыбыс қой. Деген сияқты ма? Бір сондай дыбыс. Титаниктегі дыбыс, осы дыбыс деймін саған. Мен білем, ол кино. Осы деймін. Ей, жігіттер, сендерге не болды? Мен Дәулетке Титаниктің бөлініп... Иә, білем. Сен оны маған күнде айтып жүрсің ғой? Саған бар ғой, мұғалім болу керек. Жарайды, Титаник, сау бол. Кетші. Жарайды, сау бол. Спортшы. Айнұр, бергеш. Сенің әлгі өтінішің қайда? Соның үлгісін пайдаланайын деп едің. Мәтек отырғанға 2 сағат болды, әлі бітірмегенсің бе? Жалпы мен не айтарымды білем, тек ойымды қағаздың бетіне ресми түрде сұрамаймын. Сен оны сайттан үлгісін ал. Сосын өз сөзіңмен жазып шық. Кейін мен бір қарап шығайын. Мен сайттан қарадым ғой. Мысалы қарамында құжаттардың мынандай тізімі бар. Біраз нәрсесі керек сияқты. Тек оны қалай жіберем, соны білмей тұр. Қалай жіберетін несі бар? Оның түкте қиындығы жоқ. Әдеттегі құжаттар, өтініш, куәлік, меншік құқығының актісі. Тек салық комитетінен анықтамасының көшірмесін алу керек. Бітті? Сен де көшірмені ала берейін, мен қазір балаларға барып келейін. Тоқта, қара. Қазір мен жіберейін. Ертең қалған құжаттарды тапсыруды ұмытпа. Соны көрем бе? Кезек көп шығар. Оның үстіне тапсыратын құжаттар да аз емес. Сен тапсыруға тырыс. Апаңа, ағаларыңа қолынан келгенше бәрін істеймін деп сөз бергенсің.
Сен істемесең кім істейді? Иә, дұрыс айтасың. Міне, жібердім. Енді сен өтінішіңді жаз. Балаларға өзім барам. Рахмет. Құлындарым ойнап отырсыңдар ма? Естай? Тажар апай, анда сарайдағы велосипед кімдікі? Білмеймін, Мәдиден сұрау керек. Ана балалардың далаға шыққаны қандай жақсы болды. Қарашы, таза ауада қалай ойнап отыр. Үйден шықпайды. Баяғыда шешеміз ұрыспағанша үйге кірмеуші едік. Қызық. Сіз кішкентай кезіңізде қандай болғансыз? Мен кішкентай күнде бұзық болатынмын. Ұлдармен ләңгі, доп ойнайтынмын, асық ойнайтынмын, бұлай ойнайтынмын. Қазіргі балалар ғой, компьютердан басқа ештеңе білмейді. Иә, дұрыс айтасыз. Мәди қайда кеттің? Дүкенге Алтынайға назаттарды бере салдым. Мүмкін мен барып келермін. Алтынаймен сөйлесетін әңгімем бар еді. Жарай, бар. Мә? Жеңіл. Мәди, анда сарайдағы велосипед кімдікі? Ол бұрынғы қожайындардан қалған. Не болды? Бұлай жүріп тұрған сияқты. Сонымен барып келсем бола ма? Бар. Рахмет. Абайлап жүр. Аха. Мүмкін жейтін бірден алып келерміз, Болмайды. Сол кезде ол келіп қалуы мүмкін. Сен отыра тұр, ал мен жылдам тамаққа барып білейін. Жоқ дедің бе, болды, шыда. Мәулен біздің аңдып жүргенімізді біледі. Сондықтан келмейді. Қаладан кетіп қалуы да ғажап емес. Ол келмейді. Бәстесерміз, Немене, мен сенімен ойнап отырмын ба мұнда? Біз тапсырма орындауға келдік мұнда. Болды. Бекерге уақыт өткізіп отырмыз. Есіңде болсын, біз ешқашан ештеңені бекер жасамаймыз. Мүмкін досыма телефон соғармыз. Бізге тамақ алып келеді. Болды. Кетші бұлай. Болды сөйші? Кеттен мо мен саған? Бауыр ме? Сен отыр дос. Отыр. Бауырым, менің өмірім осындай. Бәрі сатып кетті. Сен іш, қысылма іш. Сенің атың кім? Бақыт. Солайды. Екеуміз аттас болдық қой. Мына жерлерден ешкім жүрмеді-ау деймін, Бізден басқа кім жүрсін? Қолыңа не болған? Күйіп қалған. Мына күнге қалай жеттің сен, Мен ешқашан
жұмыс істемеген жігітпін. Жұмыс істегім келмейді. Әйелім есепші болды. Содан кейін не? Әйелің өліп қалды ма не? Жоқ. Басында біраз тартты. Кейіннен жалыпты ғой деймін. Қуып жібер. Жасың нешеде? 42-де. Жақсы. Бауырым-ау. Менің басымда да бір адамға жетерліктей қиындық бар. Бәрі жұмыстың кесірінен. Кейбір кезде соны ойлаған кезде айдалаға бесіп кеткім келеді. Саған жақсы екен ғой. Жұмысың бар. Тап мына сенің орныңда мен болсам ғой, шіркін. Сен менің орнымда болғанда менің өмірім бірталай жеңілірек болар еді. Орныңмен ауысқың келе ме? Келеді. Бірақ ондай болмайды ғой. Мен саған осыны дәлелдеп берейін бе? Дәлелде? Тағы шыққың келе ме? Анау жанармай бекетін көрдің ғой? Қазір мен сонда барамын да саған тағы біреуін алып келемін. Сен осы жерде отыр, жарай ма? Қайда кетпе.